Бұл айнаға қараған адамдардың көбі есінен адасады. Ресейдегі шайтан айнасы атты жылтыр айна туралы естіп пе едіңіз? Ресейдің Урал тауындағы шайтан айнасы дәл осындай жұмбақ объект. Бұл жерге барған адамдардың көбі психикалық күйзелістен шыға алмай, кейбірі із-түзсіз жоғалған. Ал жергілікті аңызда бұл айнаның артында кеңес дәуірінен қалған құпия зертхананың ізі бар дейді. 1987 жылы Уралдың теріскей бетіндегі Манара тауы маңында геологиялық экспедиция табиғи емес шағылысатын тасты құрылымды анықтайды. Бірнеше метрлік бұл тас айна секілді күн сәулесін кері қайтарады. Бірақ ол тек күнде емес, түнде де әлсіз жарқырайды. Жергілікті тұрғындар бұл жерді шайтан терезесі немесе айна үңгірі деп атаған. Бірақ бұл жай ғана ерекше тас емес еді. 1988 жылы КСРО әскери инженерлік құрылымдары бұл аймақты толық жауып тастайды. Ішке тек арнайы рұқсаты бар ғылыми персонал ғана кіре алады. Болжам бойынша, айнаның артында кеңестік эксперименттік зертхана болған. Оның мақсаты ой-сана толқындарын бақылау, немесе бейсананы экранға шығару. Жабық архивтен табылған жалғыз құжатта былай жазылған. Материал бейсаналық тербелістерді сіңіріп, оларды визуалды формада қайта шағылыстырады. Бұл бақылаушының өзін-өзі көру емес, оның қорқынышы мен өткен естеліктерін бейнелеуі. Кеңес одағы құлаған соң, бұл нысан толық тасталды. Бірақ айна сол күйі қалды. Тіпті бүгінгі күнге дейін. Оның маңында болған кей адамдар өз-өзін танымастай өзгеріп кеткенін айтады. Бір жас жігіттің анасы сұхбатында ол тауға достармен шыққан. Қайтып келген соң, қарапайым дыбыстардан шошып, айнаға қараудан қорқатын болды. Бір айда шашы ағарып кетті. Ал ең қызығы, бұл маңда дронмен түсірілген кадрларда жер астына кететін тікбұрышты құрылым көрінген. Бұл сол құпия зертхананың аузы болуы мүмкін. Бірақ Ресей билігі ол маңға баруға тыйым салып отыр. Себебі геомагниттік белсенділік қаупі бар дейді. Бірақ бейресми ақпарат бойынша бұл шын мәнінде психоакустикалық резонанс аймағы. Ал неге оны шайтан айнасы деп атайды? Айнаға ұзақ қараған адамдардың көбісі бір түрлі бейнелер көргенін, өз ойындағы тіпті болмаған естеліктер пайда болғанын айтып шағымданған. Ғалымдардың бір тобы бұл адам миының айнадан өз ішкі әлемін проекциялау дейді. Бірақ бұл жағдай тек сол айнада ғана қайталанады. Кейбіреулер мұны басқа өлшеммен байланысатын құрылым деп санайды. Соңғы сұрақ. Бұл жай ғана геологиялық аномалия ма, әлде кеңес үкіметі жауып үлгермеген бір эксперименттің көзі ме? Сен не ойлайсың? Адам өз қорқынышын көру арқылы есінен айырылуы мүмкін бе? Шайтан айнасы деген жай аңыз ба, әлде естелікті экранға шығаратын құрылғы ма? Пікіріңді жаз. Жауап бәлкім сол айнаға тым ұзақ қарағандардың санасында ғана қалуы мүмкін.